Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bawırlar, Allah'ın kalavымен İmam Gazali rahimahullah'tın еңбегі Eyyuhel Veled kitabından derslerimizde ermen qaray жалғастыратын bolamız. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyuhel veled, ey balam, inni ensahuka bi semaniyeti eşya'a. Расында мен саған 8 нәрсені насихат етемін. Иқбалха минни, оны менен қабыл ет. Лиалла якуна илмука хисман алейка яумал қияма. Өзіңнің ілімің қияметтің күні саған дұшпан болмауы үшін. Та'мал минха арбаатан. Сол нәрседен төртеуімен амал істе, ва тадау минха арбаатан, және де 4 нәрсесін таста дейді. Аммал лавати тадау. Ал тастайтын нәрселерге келсек, فأحدها оның біріншісі ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت. Өзіңнің шамаң жетпеген мәселеде ешкіммен тартыспа. لأن فيها آفة كثيرة. Себебі бұл нәрседе үлкен бір апат бар. وإثمها أكبر من نفعها. Бұның зияны пайдасынан да үлкен дейді. Яғни бұның күнәсі пайдасынан да үлкен. إذ هي منبع كل خلق ذميم. Және де бұл мәселе әрбір жаман мінездің қайнар көзі. Кәррия, рия секілді, вәл хасад, көралмаушылық, вәл хиқд, кек сақтау секілді, вәл адауат, дұшпандық, вәл мубахат, тәкаппарлық, вә ғойриха, және де басқалары. Наам, я, ләу вақыға мәсәләтун бәйнәка вә бәйнә шәхсин әу қаумин. Егерде сенімен бір тұлғаның арасында немесе бір жамағаттың арасында қандай да бір мәселе туындаса, ва кана ирадатука фиха, және де сенің бұл мәселеде қалауың мына бір нәрсе болса дейді. Ан тузхира хаққа, ақиқатты көрсету, ва ла tudayyi, оны бос кетпей, яғни сол ақиқатты босқа кетірмей, сол ақиқатты көрсету болатын болса, жазал бахсу, ол кезде бұл мәселеде тартысу жайыз дейді, ақиқатты ортаға шығару үшін. Ләкин алайда литилкал ирадати аламатани, сол қалауда екі белгі бар дейді. Ихдахума, оның біріншісі алла туфарриқа байна ан янкашифал хаққу ала лисаника ау ала лисани ғойрика. Сен бұл мәселеде ақиқат сенің тіліңмен шықсын немесе басқа біреудің тілінен шықсын, осы бір ақиқат қандай да жолмен көрінсе, сол екеуінің арасын айырмауың қажет дейді. Яғни ақиқат сенің тіліңнен шықса да, және сенің қарсы тараптың тілінен шықса да, сол ақиқатты ортасын бөлмей, ақиқатты ақиқат деп қабылдай білуің қажет дейді. Вәссәния, екіншісі ан якунал бахсу фил халаи ахабба илейка мин ан якуна фил малаи. Сол бір мәселедегі тартысу жамағаттың арасында емес, оңаша жерде болуы саған жақсырақ болуы қажет. Вәсма, мына нәрсені тыңда. Инни, расында мен, әзкуру ләка хуна фаидатан, мен саған бұл мәселеде бір пайданы айтамын. И'лам, мына нәрсені біл, әннәс суәлә анил мушкилат, расында бір қиын мәселелерді сұрау, арду марадил қалби илә табиб, бұл мәселе дәрігерден жүректің ауруын сұрау секілді. Вәл жауабы ләху, және де оның жауабы сәйюн лил ислахи марадихи, сол ауруынан емделуге ұмтылу болып табылады. Вa'лам, мына нәрсені біл, әннәл жахилина, расында жахилдер, надандар, әл-марда кулубухум, олардың жүректерінде ауру бар. Вәл ғулама, және де ғұламалар, әтиббау, дәрігерлер дейді. Вәл алимун нақис, шала ғалым, ла юхсинул муалажата, оны бір жақсы түрде емдей алмайды. Вәл алимул камил, ал толық ғалым да لا يعالج كل مريض, әрбір ауруды емдей алмайды дейді. Бәл керісінше يعالج من يرجو فيه قبول المعالجات والصلاح. Керісінше ол ғалым жақсаруды, емделуді шынайы үміт еткен адамды ғана емдей алады дейді. Расымен де солай ғой, дәрігерлерде көшеде кетіп бара жатқан әркімді алып алып емдемейді. Ол алдына ізденіп келген, өзінің ауруын айтып келген адамды емдейді. Ол ғұламалар да сондай дейді, жахилдер, надандарды барлығын емдей алмайды, тек қана шынайы сол ауруынан айығуды үміт еткендерін ғана емдейді дейді. وإذا كانت العلة مزمنة,
егер де оның ауруы созылмалы болса, әу немесе ақиман ла яқбалул илаж, немесе емді қабыл етпейтіндей болса, фахазақату табиб фихи ан яқул, онда білікті дәрігер былай деп айтуы қажет дейді. Хаза ла яқбалул илаж, бұл емді қабылдай алмайды, фала яштағилу бимудаватихи, және де оны емдеумен шұғылданбайды. Не үшін? Лианна фихи тадиъал умр, расында бұл адамда өмірді босқа өткізу бар. Сумма и'лам, сосын мына нәрсені біл. Анна марадал джахл, расында надандықтың ауруы ала арбаати анваин, 4 түрге бөлінеді. Ахадуха, оның біріншісі яқбалул илаж, емді қабыл етеді, вал бақи, ал қалғандары ла яқбал, қабыл етпейді. Аммаллази ла яқбал, сондай қабыл етпейтіндерге келсек, фаахадуха, оның біріншісі мен кана суалуху ва i'tiрадуху, кімде кімнің ғұламаға қойған сұрағы және де қарсы шығуы ан хасадин, көралмаушылықтан болса, ва буғдин, және де ашудан болатын болса, факуллама туджибуху би ахсанил жауаб, оған әрбір жауапты әдемі түрде жауап берген сайын, ва афсахихи, ашық түрде жауап берген сайын, ва аудахихи, түсінікті түрде жауап берген сайын, ла язиду лахул залик, бұл нәрседе ода ештеңе артпайды, илля тек қана ғойзон ва хасадан, ол адамда ашу мен көралмаушылық арта түседі дейді. Фет тариқ, бұл нәрседен құтылу жолы, әллә таштағила би жауабихи, оған жауап берумен шұғылданбай-ақ қоюы қажет дейді. Куллул адавати қада туржа изалатуха, әрбір дұшпандықтың кетуі үміт етіледі, илля тек қана адавата мен адака ан хасадин, саған кімде-кім көралмаушылықпен дұшпандық етсе, соның дұшпандығының кетуі үміт етілмейді. Фаянбағи ан ту'рида анху, және де ол адамнан теріс бұрылу қажет, ва татрукаху ма'a марадихи, және де оны сол аурумен бірге тәрк етіп тастау қажет. Кама қала Аллаху тағала, Аллах тағаланың мына бір аятта айтқаны секілді, истағуз билла фа'арид, теріс бұрыл, ан мен тәуәллә ан зикрина, біздің айтқандарымыздан, біздің зікірлерімізден теріс бұрылған адамнан сен де теріс бұрыл. Вәләм юриді, расында ол қаламайды дейді, илля тек қана қалайды, әл-хаятат дүния, ол бір сондай дүниенің тіршілігін ғана қалайды дейді. Вәл хусуд, көралмаушылық істеген адам, бикулли ма яқул, әрбір айтқанымен, ва яф'ал, істегенімен, юқидун нар, отқа май құяды, фи зар'ин амалихи, өзінің амалында, өзінің істеген амалында отқа май құяды. Ва хуа ғафилун, және де ол бұдан бейхабар дейді, ол ғапыл адам дейді. Кама қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұлай деп айтқаны секілді. Вәл хасад, көралмаушылық, яқулул хасанат, жақсылықтарды жейді, яғни жақсылықтарды жояды. Кама таъкулун нар ал-хатаба, расында отынды қалай жейтін болса, хасанат, яғни хасад, көралмаушылық та жақсылықтарды солай жоқ қылып жібереді дейді. Вассани, екіншісі, ан такуна иллатуху минал хамақати, расында оның ауруы ақымақтықтан болса, ва хуа айдан ла яқбалул илаж, ол да емді қабылдай алмайды. Кама қала Иса алейхиссалам, Иса алейхиссаламның айтқаны секілді. Инни, расында мен, ма ажазту ан ихяил маута, расында мен өлілерді тірілтуден әлсіз қалмадым, яғни бұл маған ешқандай да бір қиындық тудырған жоқ. Ва қада, расында ажазту ан муалажатил ахмақ, расында мен ақымақтарды емдеу маған қиынға соқты дейді. Ва залика ражулун яштағилу би талабил илми заманан қалилан, расында бұл адам аз ғана уақыт ілім алумен шұғылданған адам дейді. Яғни бізде бар ғой, бір-екі хадис оқып алады, немесе бір-екі кітаптың переводын оқып алады да өздерінше шейх болып жүретін адамдар, солар секілді дейді, бұлар ақымақтардың сипаты. Ва ятаалламу шай'ан минал улумил ақлийи ва шар'ийи, расында олар ақыли және де шариғи ілімнен бір нәрсе ғана үйреніп алады дейді. Фаясәлу, және де сұрайды, ва я'тариду мин хамақатихи, және де өзінің ақымақтығынан теріс бұрылады дейді, өзіне бір нәрсені сұрайды, және де соған жауап берсе,
оны қабылдамай өзінің ақымақтығынан теріс бұрылады дейді. Кімнен? Алал алимил кабир, сондай үлкен ғалымнан. Ол қандай ғалым? Әл-мумди умраху фил улумил ақлии ва шарғии, өзінің өмірінің көп бөлігін ақыли және де шариғи іліммен өткізген ғалымға сұрақ қояды, және де өзіне сай жауап алмағаннан кейін, оған ауыр тиіп кеткеннен кейін өзінің ақымақтығымен сондай ғалымнан бас тартады дейді, теріс бұрылады дейді. Уәхәзәл ахмақ ла я'лам, расында бұл ақымақ білмейді дейді. ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير. Және де ол ойлайды дейді, өзінің басына келіп жатқан қиыншылық бұл да сол ғалымның кесірінен болып жатқан қиыншылық деп ойлайды дейді. فإذا لم يتفكر هذا القدر, расында бұл осы мөлшерде ойланбайтын болса, يكون سؤاله من الحماقة, расында оның сұрағы ақымақтықтан болды. فينبغي ألا يشتغل بجوابه, расында оған жауап берумен шұғылданбай-ақ қою қажет дейді. لأن جواب الأحمق, расында ақымақтың жауабы әс-сукут, тыныш тұру дейді. Яғни үнсіздік болып табылады.